Астанадан сөйлеп тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Президенттік халықаралық болашақ бағдарламасы басталған 1993 жылдан бері ел келешегін кемел етер, үміт артар ұрпақтың бірнеше толқыны өсіп өнді. Қазір олардың әрқайсысы әр салада табысты қызмет етіп жатыр. Әлемдік озық тәжірибені шетелдік білім ғылым арқылы сіңірген бұл жастардың алдыңғы легін кеше болашағымыз деп атасақ, бүгінде олар Қазақстанның сөз ұстар ел тұтқа азаматтарына айналды. Болашақ бағдарламасының биылда айтар жаңалығы аз емес екен. Соларды білсек деп едік. Бүгінгі өзек жарды әңгіме осы. Мейманымыз Болашақ халықаралық бағдарламалар орталығының президенті Саясат Нұрбек. Саясат Нұрбекұлы, өзек жардыға қош келдіңіз. Алғашқы сауалым, биылға құжат қабылдау науқанында біраз жаңалықтар барын естідік. Ендеше соларды көрерменге тарқатып айта кетсеңіз. Ең біріншіден бірнеше түбегейлі өзгерістер енгізіп жатырмыз болашақ бағдарламасына былтырдан бастап. Биылғы конкурсымыз алғашқы рет өңірлерде құжаттарды қабылдайтын болдық. Яғни өзіміздің орталығымыздың қызметкерлері бірнеше жұмыс тобымыз бүкіл өңірлерге шығып, Қазақстанның 14 облыстық орталықтарында, Астана, Алматы қаласында құжаттарды қабылдау, халықпен жұмыс істеу, бірнеше үлкен кездесулер өткізу, сондай жоспарымыз бар. Бүгіннен бастап өзіңізге берген құжаттарды қабылдау басталды. 14 мамырдан бастап 2,5 ай өңірлерде жүретін боламыз. Яғни тамыздың 1-іне дейін осы 14 мамырдан бастап құжаттарды қабылдау рәсіміміз басталды. Соңғы 3-4-5 жылда болашақ бағдарламасы қатты сынға тартылды. Өңірлерден азаматтарымыз құжаттарды қабылдауға кішкене қиын болды. Кепілдікке көтеріліп жатқан сұрақтар үлкен бір тежегіш факторға айналды. Екіншіден, мысалы, ақпараттық бағдарламамызда кішкене әлсіз болды. Мысалы, өңірлерге ақпарат жетпей жатыр. Астанаға келіп құжаттарды тапсыру үшін оған да бір кішкене қиындық туғызып жатыр деп, сондай сынға тартылды бағдарламамыз. Яғни ең бірінші мақсатымыз болашақ бағдарламасына халықтық жаңа сипат беру. Яғни кішкене соңғы жылдары кетіп жатқан халықтық сипатын қайта орнына келтіру. Өңірлердегі азаматтарымызды, бүкіл қазақстандықтарды осы болашақ бағдарламасының жаңалықтарымен, жаңа өзгерістерді таныстыру, ашу. Есімде 90 жылдары, яғни осы бағдарлама алғаш басталған тұста, бұл бағдарламаға тек қана дәулетті, қалталы, жоғары шенді шенеуніктердің перзенттері ғана ілігет, жай қарапайым ауыл азаматына, қатардағы азаматқа ілігу қиямет қайым деген сөзді көп еститінбіз. Қазіргі таңда бұл стереотип бұзылды ма? Әлі сол толық стереотип бұзылған жоқ. Яғни ауыз қисық болса да байдың қызы сөйлесін, мынау тек қана дөкейлердің, мықтылардың баласына арналған бағдарлама деген сондай стереотип қалды. Ол толық жойылған жоқ. Яғни осы соңғы 2 жыл жүргізген ақпараттық жұмыстың ең басты мақсаты осы стереотипті жою толығымен. Конкурстық біздің қазіргі жаңа тәсілдерді енгізу, ашық түрде осындай өзгерістерді жариялау және сондай бір жаңа стереотипті жарату, кез келген Қазақстанның азаматы осы елбасының мемлекет тарапынан берілген тамаша мүмкіндікті пайдалана алуға әр азаматтың сондай құқығы және мүмкіншілігі бар деп, сондай жаңа стереотип, жаңа ұғым жүзеге асыруға сондай қазір бүкіл күшімізді соған салып жатырмыз. Биылдан бастап тұңғыш рет мына инженерлік және медициналық мамандықтарға тағылымдамадан өтуге мүмкіндік беріледі екен. Нақты неге осы мамандықтар таңдалып отыр? Жалпы екі сөзбен айтқанда, болашақ бағдарламасы жалпы академиялық кадрлар даярлау бағдарламасынан мақсатты бағдарламаға айналды. Бағытқа көшті. Яғни 4-5 осы нақты бағыттармен кадрлар даярлайтын болдық. Оның ішінде басымдылығымыз әрине инженерлік кадрлық мамандықтар және медициналық білім ғылым қызметкерлері. Қазіргі таңда мына соңғы өзгерістерге қарап отырып, адамдар, мысалы отбасылар, балаларын көбінесе техникалық, ақпараттық бағдарлама, ақпараттық жүйелер, инженерлік кадрларды мамандықтар бойынша жіберіп отыр. Біздің осы 4 басымдылық бағдарлама қарағанда, қазіргі таңда басымдылық мамандықтардың тізімінде 60-65% бұл инженерлік техника мамандықтар. Әрине, қаржы экономикасы мамандықтары әлі сондай үлкен бір топ болып отыр бізде. 30-20% сол мамандықтарға әлі басымдылық сақталып отыр. Бірақ
үлкен жағдай, біз қуанып отырған жағдайымыз ол көбінесе бетбұрыс қазір халық техникалық инженерлік мамандықтарға. Бұрындар тек қана мемлекеттік оқу орындарының оқытушылары тағылымдамадан өтуге мүмкіндік алса, биылдан бастап жекеменшік оқу орындарының қызметкерлері де қатыса алады екен. Осы туралы да кеңінен айтып кетсеңіз. Осы биылдан бастап, мысалы, КИМЭП, Қазақ Британдық техникалық университеті, Сулейман Демирел атындағы кез келген жекеменшік жоғары оқу орындары қатыса алады. Бұның ең бірінші логикасы қазіргі таңда қабылданып жатқан, жүзеге асырылып жатқан білім және ғылым даму бағдарламасына кадрлармен, мықты кадрлармен қамтамасыз ету. Кез келген жоғары оқу орнына, колледжға, мектепке, одан болса, керек еткенде балабақшаға өз кадрлерін, шетелде кадрлердің біліктілігін арттыруға сондай мүмкіншілік беріп отыр білім министрлігі. Бұл өте мықты үлкен мүмкіншілік. Осы биылға мысалы 500-ге жуық стипендия осы ғылыми қызметкерлерге, ғылыми педагогикалық оқытушыларға 500-ге жуық стипендия тағайындап отырмыз, бөліп отырмыз. Яғни үлкен мүмкіншілік. Жалпы білім министрлігі тарапынан қабылданған сондай шешім жылына кем болғанда 400-500 маманды шетелде даярлау. Бұл тек қана университет оқытушылар ма, әлде мектептің мұғалімдері де қатыса алады? Осы жылдан бастап кез келген оқу орнының қызметкерлері, яғни балабақшадан бастап, орта мектептер, арнайы колледждер, техникалық колледждер, техникалық оқу орындары, жоғары оқу орындарының лабораториялар, ғылыми зерттеу институттарының қызметкерлері, яғни толық ғылым мен білімге қатысы болған қызметкерлер қатыса алады. Мектепте 30 жылдық еңбек өтілі бар жоғары санатты мұғалімнің Англияда, Австралияда, болмаса Америкада тағылымдамадан өтуінің маңызын сіз қай тұрғыдан көресіз? Жасқа қарамаймыз. Мысалы, былтыр ғана 70-тен асқан өте атақты ғылымымыз осы ғылыми тағылымдама арқылы барып келді, біліктілігін арттыруға ақш болашақ бағдарламасымен. Ең бірінші, өзіңізге мәлім, осы жылдан бастап, былтырдан бастап үлкен түбегейлі өзгерістер енгізіп жатырмыз білім жүйемізге. Мысалы, біз 2000 жылдардан бастап тұңғыш ескі одақтық мемлекеттердің тұңғыш рет үш деңгейлі халықаралық стандарттарға көштік: бакалавриат, магистратура, PhD докторантураға. Осы өткен жылдан бастап толық, мысалы, ескі совет докторантура, кандидатура дәрежелерді, ғылыми дәрежелерді бас тартып, қазір толық PhD докторантураға өтіп отырмыз. Жалпы білім беру саласында қазір түбегейлі өзгерістер енгізіліп жатыр, халықаралық тәжірибеге сүйенсек. Екіншіден, Қазақстан 2013 жылдан бастап толық баллон процесінің толық мүшесі болып 47-47 мүше болып кірді. Яғни халықаралық үлкен түбегейлі интеграциялық процестеріне біз толық мүше болдық. Сол енгізіліп жатқан жаңа әдістеме, жаңа өзгерістер, жаңа деңгейлер, жаңа дәрежелерге біз толық енді жауапкершілікті мойындадық. Оған қатысуымыз керек. Оны өзіміздің жүйемізге енгізуіміз керек. Оған мыңдап, жүздеп жаңа тұрпатты оқытушылар керек. Жаңа тұрпатты профессорларымыз керек. Жаңа тұрпатты мұғалімдеріміз, ұстаздарымыз керек. Оларды осы болашақ бағдарламасы арқылы сондай көзқарас, сол өзінің үмітіміз жүздеп, 400-500 адамды, қызметкерлерімізді жыл сайын біліктілікті арттыру курстарға жіберіп, сол ғылыми тағылымдамаларды толық қолдануымыз керек. Өзіңізге мәлім, Назарбаев университеті ашылып жатыр. Жаңа зерттеу университет моделіне көшіп жатырмыз. Яғни қазіргі таңда оқытушыларға, профессорларға, ұстаздарға қойылып жатқан жаңа талаптар өте жоғары. Яғни ең біріншіден, мысалы, тіл білу керек. Ағылшын тілі, шет тілдерін білу. Ең бірінші ағылшын тілі. Сол тілді осы ғылыми тағылымдама арқылы тілді оқытуға ондай мүмкіншілік беріп жатырмыз. Яғни осы жаңа мүмкіншіліктерге қойып жатқан үмітіміз өте зор. Жуырда елбасымыз ассамблеяның сессиясында былай деген еді, оқып кетсем міне: технологиялық тұрғыдан көш ілгері кеткен елдерде химия, математика, физика сияқты жаратылыстану ғылыми пәндері мектеп пен университеттерде көбіне ағылшын тілінде оқытылады. Бұл әмбебап педагогикалық тәсіл. Осылай дей келе, президент бұл халықаралық тәжірибені енгізу мүмкіндігін қарастыруды білім ғылым министрлігіне тапсырып та қойды. Мұны елбасы Малайзия тәжірибесінен алып айтқан екен. Сіз жуырда осы Малайзияның жоғары оқу орындарында болып қайтқаныңызды білеміз. Осыған орай бұл бастаманың тиімділігін қай тұрғыдан көресіз? Бүкіл жоғары оқу орындарында Малайзияда дәріс ағылшын тіліне беріледі екен. 47-50-ге жуық жоғары оқу орындары бар екен, толық ағылшын тіліне беріледі. Бұның ең үлкен күшті пайдасы, күшті жағы, осы
малайзиялық университеттерден шыққан түлектері халықаралық сахнада, халықаралық деңгейде еркін жүреді. Мысалы халықаралық яғни ғылыми прогресс, ғылыми технологиялық, инновациялық прогресске еркін кішкентай мектептен бастап толық енгізілген. Ал біз әлі осы тұрғыда орыс тілінің аясынан шыға алмай жүрген жоқпыз ба? Қалай ойлайсыз? Өйткені бүкіл әлемдік ғылыми прогресс, экономика тілі, ғылым тілі, ағылшын тілі деп жатыр. Қазіргі таңда мысалы ағылшын тілінің мәртебесі күннен күнге күшейіп келе жатыр. Осыған байланысты білім және ғылым министрі Бақытжан Тұрсынбеков қазір арнайы тапсырма беріп жатыр. Біз бірнеше жоғары оқу, Қазақстанда мысалы оңтүстік мемлекеттік Әуезов атындағы оңтүстік мемлекеттік университет, Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы ұлттық университеті, тағы бірнеше университеттер, Еуразия ұлттық университетінің негізінде толық ағылшын тілінде берілетін бірнеше факультеттерді ашуға сондай тапсырма берді. Ондай тапсырма бар. Ондай тапсырма бар. Оны қазір қалай өтетінін көрейік, осы 1-2 жылдан кейін механизм көріп, айқындап, менің өзім жеке басты пікірім, енді азамат ретінде, маман ретінде еместер, болашақ бағдарламасына қатысты, менімше бізде осы Малайзияның тәжірибесіне сүйеніп, толық немесе жартылай осы ағылшын тілінде дәрістерге өтуіміз керек. Ағылшын тілін екінші ана тіліне айналдырған Малайзия қазір әлемдік экономиканың ондығына кіреміз деп отыр. Үндістан, Малайзия, Гонконг, олар өзіңізге мәлім бәрі британдық үлкен империяның бодандары болған. Үндістанның премьер-министрі бір сұхбатында айтыпты, біздің үлкен пайдамыз бұл Британияның империяны қалған мұрамыз ол ағылшын тілі. Аллаға шүкір Британияның боданы болған жоқ деп. Яғни, мысалы, Қытайда сондай пайдасы болып қалса, олды қалай күшті дамыға да сондай бір... Меніңше біз осы жағынан ұтылған сияқтымыз. Қазіргі таңда бір нәрсені түсінуіміз керек, біздің азаматтарымыз ағылшын тілі білген азамат өз бәсекесін 2 есе, 3 есе көп есебінде арттыруға, бәсеке қабілеттілігін арттыруда. Жақсы, енді бұна талапкерлердің бас ауруына айналған кепілзат мәселесін қаузап кетсек. Биыл жаңалық бар деп естідік, соны кеңірек айтып кетсеңіз. Енді кепілзат мәселесі өте сондай өткір бір мәселеге айналды. Мысалы, соңғы 3-4 жылда бізді қатты сынға тартты, депутаттар да, жалпы халықты. Енді мысалы, әсіресе өңірлерде, ауылдық жерлерде тұрып жатқан азаматтарымыз, мына ауылдағы жылжымайтын меншіктің құны өте аз, төмен. Оны біз қалай көтереміз, қалай қатыса аламыз бағдарламада дегендей. Бұл Бақытжан Жұмағұловтың осындай мықты позициясы болды. Былтыр арнайы шешіммен мемлекеттік хатшының деңгейіне көтердік бұл мәселені. Осы жылдан бастап, былтырдан бастап, негізінде осы жылдан бастап жаңа конкурсқа біз толық жылжымайтын мүлшікпен кепілзатты толық қамтамасыз ету талабын алып тастадық. Яғни, қазір кез келген азаматтың басында ресми түрде не болса, соны қабылдай береміз. Кез келген жылжымайтын меншік. Ол пәтер болуы мүмкін, үй болуы мүмкін, жер учаскесі болуы мүмкін, кез келген жылжымайтын меншік. Болмаған жағдайда оны біз жеке басты ондай жағдайларды қарастырамыз. Бірақ біздің сол министрдің сондай позициясы бар. Толық ешбір Қазақстанның ешбір азаматы болашақ бағдарламасы арқылы ешқандай бір бөгет болмау керек деп сондай шешім қабылдады. Біз оны орындауға дайынбыз. Болашақ бағдарламасына қатысқысы келетін қандастарымыз оралман жастарда көп. Олардың осы бағдарламаға қатысу бір механизмі қарастырылған ба, әлде қарастырылмаған ба? Болашақ бағдарламасына кез келген Қазақстанның азаматы қатысылады. Яғни ең басты талабы осы. Оралмандар азаматтықты алған кезде біздің бағдарламамызға қатысылады. Оларға арнайы жасап жатқан жағдайымыз да жоқ, ерекше бір қандай талабымыз да жоқ. Біз неге десеңіз, біз ешкімге ондай талап қоюымыз да дұрыс емес. Осындай статистика бар ма? Бәлкім Қытайдан, Монғолиядан келген, немесе басқа әлемнің жер шарының түкпірінен келген қандастарымыз осы елдің Қазақстанның азаматтығын алып, болашақ бағдарламасына қатысқандар бар ма? Өте белсенді қатысып жатыр. Мысалы, Қытайдан келген азаматтар, оларда үлкен бір сондай басымдықтар бар. Ол Қытай тілін толық меңгерген. Олар мысалы бізде Қытайда оқып жатқан стипендия егерлердің көбісі осы оралмандар, Қытайдан келгендер. Жалпы оралмандар, мысалы бір жақсы мысал келтірейін сізге, дәл қазір Ирландияда, Дублин университетінде 4 PhD докторант
стипендияларымыз оқып жүр, олардың үшеуі оралман. Мықты жігіттер, өте мықты жігіттер. Енді мысалы қазіргі таңда Ирландиядан келіп жатқан бізге көзқарас өте мықты, өте білікті. Яғни сосын мына қазақ десе енді осындай патриоттық өте мықты сезімдер бар екен. Келесі сауалым, болашақ бағдарламасы арқылы шетелде оқып, бірақ кейіннен сол елде қалып қойған азаматтарымыз туралы, оларды қайтарып алудың механизмдері бар ма? Өкінішке орай ондай жағдайлар бар. Олардан бас тартуға болмайды, ашық айту керек. Көп емес, бірақ мысалы біз салыстырғанда қытайдық мемлекеттік стипендиялық бағдарламамен салыстырдық, 13 мың. Олармен алдын ала бір психологиялық тест жүргізіледі. Әрине. Неге міне сен кеткеннен кейін еліңе қайтуың керек, осы елдің азаматысың, патриотсың, осы еліңе қызмет етуің керек деген сияқты психологиялық тест жүргізіледі. Қателеспесем. Неге олай істейді? Психологиялық тесттен ол бір мәселе. Екіншіден бұл үлкен сұрыптау комиссияны арнайы сұхбат өткіземіз. Біз сол сұхбатта адаммен сөйлесіп, оның жалпы ниеті, көзқарасы, патриоттық сезімдер, оның бәрін айқындаймыз біз. Мен бұндай бір жағдай айтып кетейін. Қазіргі таңда бір 47-48-ге қалып кеткен азаматымыз бар. Осы 93 жылдан бері. 93 жылдан бері. Ол 1%-ға да келмейді. 1%. Көп емес. Көп емес, өте аз. 19 жылда біз 8131 стипендия тағайындадық. 8131 стипендияның бір пайызының, бір бөлімшесінің бір кішкентай өте аз санымыз. Олар көбінесе 2005-тен бұрын кеткен азаматтар. Бірақ мүмкін солармен соңғы 5-7 жылда мысалы бізде осында қайтып кеткен қалып қалған азаматтардың саны мүлдем жоқ мысалы. Яғни мына конкурстық процедурада нығайттық біз. Сондай арнайы сұхбат несін өткіздік. Қазір арнайы комиссия отырып сұхбат өткізеді. Жалпы қазіргі мына ішкі саясаттың жемістерінде көріп жатырмыз. Бізге келген мысалы жастар, жасөспірімдер жанып тұрады. Кезінде осындай мәселе Қытайда да туындаған екен. Ол тұста Дэн Сяопин басқарған. Сонда жаңағы Қытайдың біраз атқамінерлері Дэн Сяопинді айыптайды ғой. Неге біз оны оқытып жатырмыз? Олар бәрібір шетелде қалып қояды деген сияқты түрлі айыптарды таға бастайды. Сол кезде Дэн Сяопин айтқан екен, қалса қала берсін, олардың барлығымен біз келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Олар түптің түбінде Қытай үшін жұмыс істей бастайды деген. Осындай келіссөздер Қазақстанда жүргізу мүмкіндігі бар ма? Жалпы біз ол жастармен қаншалықты қазір байланысымыз бар? Әлде қол үзіп алдық па? Мысалы енді Дэн Сяопиннің даналығы сонда, дәл қазір мысалы Қытайдың жоғары оқу орындарына, зерттеу институттарына қарасаңыз, сол 70-ші жылдар, 80-ші жылдар қалып қалған Қытайдың мықты сол жақта азаматтар мықты профессор болғанда, қазіргі таңда келіп ең мықты жоғары оқу орындарында сабақ береді. Қазіргі таңда мысалы Қытайдың ғылымы мен білімі өте үлкен деңгейге шығып жатыр. Біз мысалы осы қалып қалған түлектерді, азаматтарымызды айқындадық. Ол арнайы өзіміздің тізіміміз бар. Олармен қол үзбеуге тырысамыз. Яғни ат айналып қазығын табады деген ойды айтқыңыз келіп отыр. Дәл солай. Болашақ бағдарламасы түгелдей жабылып қалмай ма деген сияқты қауіп қатерлерде ел арасында айтылып қалады. Осыған не айтар едіңіз? Енді былтырдан бастап біз бакалавриат бағдарламасын қысқарттық. Оның бірнеше үлкен себептері бар. Оның мысалы ол жалпы тек қана кейбірде бізде естіп жатырмыз, Назарбаев университеті ашылды. Ол да бір себеп мысалы. Қазіргі таңда жоғары оқу орындарына арнайы үлкен назар аударып жатыр білім министрлігі. Яғни бакалавриат, яғни негізгі дәрежені, негізгі білімді біз жергілікті жоғары оқу орнында беруіміз керек. Сосын біліктілікті арттыру, магистратура, PhD, оны шетелде. Яғни жалпы болашақтың болашағы не болмақ? Яғни бағдарламасын болашағы бар ма, жоқ па деп, оны тек бір адам ғана шешіп жатыр. Яғни осы бағдарламаны бастаған адам бұл елбасымыз. Жалпы мен былай айтайын, 5 жылдық жоспарымыз бекітілді мемлекеттік хатшы тарапынан. Осы келешек 5 жылға сондай арнайы жоспарымыз бар. Бағыттарымыз айқын. Өте ұзақ өмір сүрген болашақ сияқты бағдарламалар бар ма? Олардың ғұмыры қаншалықты ұзақ? Ондай бағдарламалар бар. 70-ші жылдардан бастап келе жатқан президенттік стипендия Сингапурдың бар. Сол елдерде статистика жүргізіле ме? Мәселен, сол жаңағы президенттік стипендия егерлері пәлен пайызға елде экономикада мынандай жаңалық енгізе алды, саясатты мынадай бағытқа өзгерте алды деген сияқты санайғақ бар ма? Мысалы Сингапур стипендиясын алсақ, біз енді былтыр мемлекеттік Ли Куан Ю атындағы мемлекеттік саясат мектебінің профессорларымен сөйлескенде, олар сондай зерттеу жұмысын жүріп жатқан.
яғни мына 70 жылдардан біз бастап келе жатқан президенттік стипендиясының құны қандай болды, экономикалық әсері қандай болды, сондай зерттеулер жасалып жатыр. Сондай бір нәрсені айқындалды. Осы президенттік стипендияның мысалы бірнеше премьер-министр, үкіметтің 80% сол болашақ, яғни солардың президенттік стипендиялардың түлектерінен құрастырылған дәл қазір. Ең мықты ұлттық компаниялардың басшылығы сол президенттік стипендияның Сингапурда. Яғни бізде соған келе жатырмыз. Бізде алла жазса соған келе жатырмыз. Ол дұрыс. Бүгінгі өзек жардының түйіні осы. Өзек жардының газеттік нұсқасын республикалық Дала мен Қала газетінен көре аласыздар. Есен саулықта жүздескенше.